Maalesef. Okumasak da ұрып отырық. Бәріне сәлем. Қорқынышпен жасалған, кешірші. Махаббаттың шариғаты деп аталады. Біле басынан келеді. Ол кейде ауыр болады, кейде қорқынышты болады, бірақ та қажет. Андай Молодец, неретінде тек подкаст емес. Молодец. Подкастта сондай болады ғой. Шынымен оқыған адамдар жауап берсін. Жаңағы біз қандай махаббатты іздеуіміз керек? Рухани махаббат па, әлде фәни махаббат па? Өмірге деген махаббаттың болатынын түсіндім. Сәлем! Қайырлы күн, сіздермен The A-List тобы және біздің қаңтар айындағы таңдаған кітабымыз әлемдік бестселлер Элиф Шафактың махаббаттың 40 қағидасы кітабы және бүгінгі подкаст осы кітап жайында болмақ. Подкастты бастамас бұрын өзімізді кішкене таныстырып өтсек. Менің есімім Камшат, 3-ші курс студентімін. Мен Қымбат, 4-ші курс. Менің есімім Аянат, 1-ші курс. Менің есімім Ұлжан, 2-ші курс және бүгінгі осы подкастты монтаждайтын боламын. Ендеше бастайық. Ең алғашқы сұрақ, кітап жалпы не туралы? Элиф Шафактың махаббаттың 40 қағидасы атты кітабы жалпы 2 оқиғадан тұрады. Бірінші оқиға қазіргі заманда өмір сүріп жатырған Элла Рубинштейннің өмірі туралы. Жалпы бұл әйел өмірге көңілі толмайтын, отбасымен көптеген мәселелері бар әйел болатын, және де ол бір кітапты редакциялау кезінде оның авторы Азиз Захарамен танысады. Жалпы бұл таныстық Элланың өміріндегі үлкен өзгерістерге, өмірге деген көзқарасының өзгеруіне алып келеді. Екінші оқиға 13-ші ғасырдағы Мәулана Руми мен Шамси Тебризидің арасындағы рухани достық туралы. Шамс Румидің өміріне көптеген өзгерістер алып келіп, оның ішкі тазалыққа, шынайы махаббатқа жетелеуіне көмектеседі. Кітаптың қысқаша мазмұны осы. Okay, today we're gonna discuss about 40 love. Деп ағылшынша 40 rules of love by Элиф Шафак. So let's get started. Кітаптағы кейіпкерлер жайлы кішігірім айтып өтсек, мұнда жаңағы 21 ғасырдағы Америкадағы оқиға. Мұндағы басты кейіпкер Элла және оның жолдасының есімі Давид, стоматолог болады. Және оның үлкен қызы Жанет, Оли және Ави есімді 2 егіз ұл және қызы болады. Және келесі 13 ғасырдағы шығыстағы оқиғада бұл жерде Шамс пен Мәулана басты кейіпкерлер. 1244 жылы кездесіп достықтары басталады. Итін айтамыз ба? Және Румидің 2 ұлы болады, Уәлет Сұлтан және Аладдин есімді 2 ұлы болады. Және Асранды Кимия есімді қызы болады. Және де уақыт өте келе Румидің қызы Кимия мен Шамс бірге отау құрады, бірақ бұл оқиға қайғылы оқиғамен аяқталады. Еще иті болады, қалқа дейтін. Оны әпер ұмытып кетті. Айтпаймыз деп отыр әпер. Өзінше итті айтамыз. Негізі бар ол. Екінші сұрақ, кітаптың басты ерекшелігі қандай? Кітаптың басты ерекшелігі әр оқырманға әртүрлі әсер етуі және де 2 оқиғаның, 2 махаббаттың бір-бірімен байланысуы. Яғни 2 оқиға да бір-біріне қарай өрбуі деп білеміз. Сонымен қатар бұл кітапта байқаған тағы бір ерекшелік ол оқиғаның бірнеше кейіпкердің көзқарасымен сипатталуы. Айтарлықтай ерекшелік деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз? Яғни оқырман бұл кітапты оқыған кезде сол кейіпкердің рөлінде болып, өзін сол сезіне алуы осы кітаптың басты ерекшелігі деп айта аламыз. Үшінші сұрақ, кітап не себепті 40 қағида деп аталады? Сол мен де ойландырады, неге әпер, неге 40 қағида деп. Ең басында осы кітаптан алған кезде ойладым, неге 40 қағида деп. Оқығаннан кейін Аяқтамаңыз ба? екеуі бір-біріне қарап кеткен ше. Мен бармын ғой деп отырмын. Мен артынан қалып отырмын. Жалпы бұл романның ішіндегі роман, және сол роман махаббаттың шариғаты деп аталады. Және Шамс осы Румиді, яғни Мәулананы іздеу жолында әрбір қағидадан жазып отырады, және сонда 40 қағида жиналады. Осы Мәулана Руми мен Шамси Тебризи бір-бірін тауып қауышқан кезде бар бір айдан астам уақыт, яғни 40 күн бойы бөлмеден шықпай, тіпті тамақтанбай, нәр татпай осы 40 қағиданы тізіп талдап шығарған болатын. Жалпы қағида дейтін бірден есімізге бір ереже, сондай бір бекітілген нәрселер түседі ғой, заңдар. Бірақ та бұл жақта махаббаттың 40 қағидасында махаббатты түсіну, терең әрі рухани жағынан кіруге көмектеседі деп ойлаймыз. Төртінші сұрақ, кітаптағы махаббатты қалай түсінуге болады?
Меніңше бұл кітапта махаббат жанның оты ғой. Кей кезде ауыр болуы мүмкін, кей кезде қорқынышты болуы мүмкін, бірақ ол әрбір адамға қажетті. Мысалы, қосыла алмай кеткендер бар бұл кітапта, бірақ олар қосыла алмай кетсе де ол өте ауыр жағдай, бірақ та ол махаббат сол кезде соларға эмоция үшін, бір сезіну үшін, сезім үшін керек болды, қажет болды деп санаймын. Бұл тұста 12-ші қағида туралы айтып кетсем, 12-ші қағида махаббат дегенің сапарға шыққан жолаушы қаласын қаламасын басынан бақайшағына дейін өзгерер. Бұл жолға түсіп өзгермеген жоқтыр деп айтылады. Жалпы бұл қағидамен мен толықтай келісемін. Себебі көптеген адамдар махаббаттан қорқады, себебі өзгеріп кетемін, өмірімде өзгерістер көбейіп кетеді деп ойлайды. Алайда бұл өзгерістердің барлығы жақсы жаққа екенін түсіндіреді. Мысал ретінде Элланы алсақ болады. Элла басында өмірге деген құлшынысы жоқ, өкпелі адам еді, алайда махаббаттан кейін оның өмірі түбегейлі өзгеріп, өмірге деген махаббат ашылып, өмірінің жақсы болуына себебін тигізген болатын. Яғни өзін тапқан адамға ұқсады. Және де осы махаббат түсінігіне 40-шы қағида өте әдемі бір түсінік береді ғой. Яғни махаббаттың мәні туралы осы 40-шы қағидада қорытындылайды былай. Махаббат бұл негізінен біз қандай махаббатты іздеуіміз керек? Рухани махаббат па, әлде фәни махаббат па деген секілді. Махаббат негізінен бөлінбейді дейді. Бұл таза әрі қарапайым болу керек, және махаббат бұл өмір суы, ал ғашық адам бұл отқа жанған жан деп айтады. Солай махаббатқа әдемі бір түсініктеме береді. Біз қазір кішігірім бір диалог қылайын деп жатырмыз өзіміздің арамызда. Кітапқа дейінгі ойымызды жеткізу үшін. Мысалы, мынандай сұрақ пайда болды. Жаңа қымбат әпке айтып жатыр, махаббат фәни ме, әлде рухани ма, рухани даму ма, типа. Сондай сұрақ. Қай махаббатты іздеуіміз керек? Іздеуіміз керек. Біз фәни махаббатты іздеуіміз керек, әлде рухани махаббатты деп жатыр. Енді осыған байланысты қыздардың ойын білгім келіп тұр. Кейін артынан өзімнің ойымды айтамын. Қыздар, қалай ойлайсыздар, сіздер үшін қалай негізі махаббат деген кітапқа оқығанға дейін қандай ой қалыптасқан еді? Қазір қандай ой қалыптасты деген сияқты. Кішігірім бір ойларыңызды айта кетсеңіздер. Жалпы фәнилік махаббат ол дүниелік махаббат қой енді. Менің ойымша ол уақытша дүние. Фәнилік махаббат, рухани махаббат сен жан тәніңмен, сезіммен, ішкі әлеммен беріліп жақсы көру, ұнату, жақсы көру жалпы тек қана бір өзіне қарама қайшы полды ұнату емес, жалпы отанға деген махаббат бар, Құдайға деген махаббат бар, ата-анаға деген махаббат бар. Осының барлығы, яғни біз бір жалғандық үшін жақсы көрмеуіміз керек, біз рухани шын жан дүниемізбен жақсы көруіміз керек деп жалпы өзіме есептеймін, ойлаймын. Сіздер? Бұл кітапты оқығанға дейін екі адамның арасындағы махаббат деп қана түсінген болатын. Қайда бұл кітапты оқығаннан кейін махаббаттың тек қана басқа бір адамға, тек бір адамға ғана емес, сенің айналаңа, отанға, өзіңнің жақындарыңа, отбасыңа, сонымен қатар Аллаға және дінге деген махаббат екенін түсіндім. Енді осы сұраққа байланысты мен айтар едім, қазір қоғамда фәнилік махаббат көп сияқты, себебі материальный, егер жігіт нормальный болмаса, онда все махаббат жоқ деген сияқты нәрселер көбейіп кеткен сияқты да қазір қоғамда. Ал бұрындары ақшалай жағы негізі мүлде проблема емес еді. Көбіне бірінші орында фәнилік, кейіннен рухани тұратын сияқты. Менің ойымша енді қазір ойлаймын. Или ол еліктеушіліктен пайда болды ма деп те ойлаймын. Сол көбірек фәнилікке акцент болып кеткен сияқты деп ойлаймын. Осы негізі кітапта да жазады ғой, мысалы, осы Давид пен Элланың махаббаты мүлдем болмайды, арасында суып кеткен, бірақ та материалдық жағынан жағдайлары жақсы семья, отбасы болады да олардың. Бірақ та арасында ешқандай бір сезім жоқ. Одан кейін ол Элла сезімін уже басқа адамнан іздеп бастайды. Ол жаңағы авторға ғашық болады, Әзиза Харамен хат алмасып солай сезімі қайта жанады. Және де бір осы кітапта бір үзінді бар еді. Қайдан білет, адамдар мүмкін осы жердің үстінен қарағанда асты қайырлы болатын шығар деген сияқты әдемі бір айтып кеткен. Осында сіз күшті айтып кеттіңіз. Элла мен Давидтің арасында махаббатты. Олар нағыз мысалы деп ойлаймын, махаббатқа ақшаның қатысы жоқ екенін. Себебі олар өте бай тұратын, көптеген үйлері болатын, мүліктері болатын, бірақ сол ақшаның көптігіне қарамастан олардың арасында мүлде махаббат болған жоқ. Сол себепті бұл махаббат ұзаққа созылмады. Бұл да бір дәлел ғой, енді қазір дүниеге қарағанда бәрібір де адамның екеуінің бір-бірінің жүрегі бір-біріне тартып тұрса ғана махаббат болатындығы. Чуть-чуть бізде кофе брейк болып жатыр, кофе брейк. Арасында кофе ішуді ұмытып кетіп жатырмыз, достар. Бір пәс демалайықшы. Мен телефонымды бір қарап жүрші. Мен телефонымды бір қарап жүрші. Телефоны айырылып отпай бір подкаст түсіремін. 5-ші сұрақ. Кітапта
дін мен махаббатты қалай ұштастырады немесе байланыстырады? Жалпы кітапта Құдайға сену, Құдайға табыну, яғни құлшылық жасау. Құлшылық жасау ол бір қорқыныштан емес, ол махаббаттан туындауы керек. Яғни бізді жаратқан Аллах тағаланы біз махаббатпен жақсы көруіміз керек. Мысалға енді әпкелер қазір бәріміз білеміз, қазір қоғамда фанатизм көп, бір-біріне құлшылық жаса, тозақ бар деген сияқты. Оны біз қазіргі жастарға басқаша түсіндіруіміз керек сияқты, чтобы олардың да миына жақсы қалыптастыру үшін, фанатизм болмау үшін деп ойлаймын. және осы кітаптағы негізі ең бірінші қағида осы жаратушы туралы түсінік берген да. Жалпы біздің осы Құдай туралы түсінігіміз бұл біздің ойымыздың айнасы дейді да. Яғни егер де біз Құдай туралы бір қорқыныш немесе күмән деп ойласақ, демек біздің бізде сол күмән мен кек басымырақ дейді. Ал егер де Құдай туралы ойласақ, яғни ішімізде жаңағы шексіз махаббат немесе мейірім елестесе, демек сен де сондайсың деген бір әдемі орталап жіберген жазып. Бұл кітапта да дінді қатал ереже ретінде емес, оны махаббатпен түсіндіреді. Яғни Шәмстің көп айтқан әңгімелеріне қарасақ, махаббат ол Аллаға деген махаббат ол сүйе білу, кешіре білу, жақсылық жасай білу ретінде түсіндіріледі. Не айтатынымды ұмытып қалдым. Бірдеңе айтамын деп тұрған едім. Қорқынышпен жасалған құлшылық ол бір шын жүректен шықпайтын сияқты бәрібір де. Махаббатпен жасалған құлшылықтың орнын баса алмайтын сияқты болып көрінеді. Иә, себебі қорқыныш бар жерде сенімсіздік көбіне басымырақ болады ғой. Сол себептен и тем более сен өзіңнің бір құлшылығыңа сенімсіз болсаң, оның орындалып орындалмауы екіталай да. Сол үшін көптеген адамдарда ондай бар негізі. Қазір де бар. Тек қиын кезде ғана Құдайға барып жалбарынамыз ғой. Бірақ айналамызда қазір мысалы подкаст түсіріп отырғанымыздың өзі қандай махаббат, иә? Бірімізге сөйлеп отырғанымыздың өзі қандай махаббат деп өзі. Вот сондай. Біздің осы жерде отыруымыздың өзі бір не ғой, нығмет қой. Сол сияқты әрбір махаббат дегеннің өзі осы Алладан шыққан сияқты да. Алланың бізді жаратуының өзі махаббат. Осы махаббаттан жаратылған нәрсе бір-біріне махаббатпен қарамайды деген сияқты ғой. Вот осының өзі бір күшті нәрсе ғой енді. Кемелге деген махаббат. Әмин деп. Осы тұста және бір мысал бар. Жаңағы бір адам, жаңағы Шәмс негізі дәруіш қой, елді аралаған сондай адамдан. Және жолда бір кісіні кездестіреді. Сонда ол Құдайға құлшылық жасап жатқан кезде шынайы құлшылық жасайды, шынайы ниетпен, бірақ та оған айтады, сен дұрыс жасап жатқан жоқсың, былай жасауың керек деген сияқты біреу айтады. Шәмс айтпайды, бірақ белгілі бір нұсқада айтады. Және ол адам тура сол істейді, бірақ та оның уже ниеті өзгереді. Әр кезде қобалжып, қорқып, қате кетпесем екен, дұға айтып жатқан кезде қате кетпесем екен деп қобалжып айтады. Біз айтады ғой кейін, негізі сіздің былай айтқаныңыз дұрыс болған жоқ. Керісінше бұрындағыдай өзі қалай бар, солай шын ниетімен оқыған, бұл шаблонмен оқығанға қарағанда абзалырақ та, шын ниетімен. Жаратушы мен жаратқанның арасындағы махаббат әркімде әртүрлі болады дейтіндер рас. Яғни қаншама миллиард адам ішінде миллиард түрлі шаблон беріледі. Әртүрлі деңгейде. Және бұндай кітапта былай жазады. Негізі әр адамның әр діні бар ғой. Бірақ та біз ол дін, басқа адам деп бөлудің қажет жоқ. Біздің барлығымыз бірдей адамбыз деп айтады. Барлығымыз теңбіз, бірдей адамбыз және жаратушыға да әртүрлі деңгейде қараймыз. Сенатымыз да барлығымыздың бір Құдай ғой негізі. 6-шы сұрақ, бұл кітапты оқыған адам өзіне қандай сұрақ қоюы мүмкін? Андай сұрақ түсті ойыма. Біздің жаратқанға деген сеніміміз ол шынымен де жүректен шығады ма, или бағанағы айтып кеткенде бір шаблоннан шықты ма дейтін дүние ғой. Яғни барлығы бір Құдайға сеніп жатыр, яғни мен де сенуім керек дейтін қоғамның талабы ма? Біздің шынымен де Құдайға деген махаббатымыз әлде шын рухани сенім ба? Сіздердің ойларыңызша? Мен ойлаймын, бұл 50-50 сияқты, себебі TikTok-тан көріп аласың ғой, былай оқысаң, былай оқысаң, сен туған қабыл болады. Или болмаса сен осыны 100 рет, мынаны 50 рет оқысаң, сен артынша мынаны айтып жүрші, болды, сен прям 100% туған қабыл болады дейтіндер көбейіп кетті да. И соны қарап аламыз да, біз 100 рет айттың ба, салауат, все, стоп, дальше ананы 50 рет айтамын. Ол негізі, дұға сататындар бар. Негізі ол дұрыс емес қой. Бірақ бір жағынан ол да білім. Ол да плюс негізі. Плюс минусымен қатар жүретін сияқты, мне кажется. Ол жолмен қосыламын. Адамдар шаблон жасап алған, осылай болу керек деген сияқты. Алайда мен ойлаймын, Алла тағала біздің жүрегіміздегіні, біздің ниетімізді, главный ниет түсу болу керек дейді ғой, біздің жүрегіміздегіні түсінетін секілді.
махаббат жаңағы айтып кеткендей ата анаға деген махаббат қой. Мысалға мен өзгере аламын деп айта аламын, өйткені ата анам жерге қарамасын деген ниетпен біз сабағымызды жақсы оқимыз. Енді бір жағынан өзіміздің білім алуымыз бар, бірақ та ол да бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Ата анамыз бізбен мақтансын деп жақсы қыз болуға, жақсы тұлға болып қалыптасуға, және де жаратқанның алдында жақсы құл болу үшін, жамандық жасамауға, жақсылық істеуге деген, яғни өзгеруге болады деп ойлаймын. Махаббат үшін өзгеру керек деп ойлаймын. 7-ші сұрақ, бұл кітап оқырманды қалай өзгертуі мүмкін? Жалпы бұл кітап маған екі жағынан да әсер еткен болатын. Бірінші жағынан бұл кітап оқығаннан кейін мен кітаптарға деген қызығушылығым одан сайын артқан болатын. Яғни кітапты әр бетін оқыған сайын келесі не болатын қатты қызығушылықпен күтіп отырдым десем болады. Ал екінші жағынан бұл кітапты оқығаннан кейін менің жалпы махаббатқа деген көзқарасым өзгерді. Мен кітаптағы махаббаттың қандай көркем түрде жеткізілгеніне қызығушылығым артты. Өмірде тек адамдар арасында ғана емес, адамға деген махаббат қана емес, өмірге деген махаббаттың болатынын түсіндім. Бір адам кітап оқыған кезде бір түйін алып шығады ғой кітаптан. Ол кітаптан негізі біраз нәрсені байқауға болады. Мәселен, махаббатқа деген адамның көзқарасы мүлдем басқаша болуы мүмкін. Оған дейін бұл кітапты оқығаннан кейін мүмкін жаңағы дінге немесе жаңағы бір махаббатқа деген ойлар өзгеруі мүмкін. Мәселен, третісте отырғандар бар ма? Сонда осы кітапты өте көптеген отзывтарды оқыдым. Біреулері жаңағы дінге кішкене болсын бір қадам жақындай бастадым деген сияқты пікірлерді оқыдым. Кейбір адамдарға кітап енді аса қатты өтпегенін де оқыдым. Иә. Жалпы енді ол әр адамға әртүрлі әсер етеді екен. Ол қабылдауға байланысты әр адам өзіне. Әпкеме де қосайын, иә. Жалпы кітапта әр адам бір әлем ретінде сипатталады да. Яғни ол бір адамды сынамаймыз бұл жақта. Біз түсінуге тырысамыз, махаббатпен түсінуге тырысамыз. Яғни әр адам қателесуге не дейді, құқылы, иә, жақсы көруге құқылы, өз махаббатын бере алуға құқылы. Сол жалпы құқық болады. Жалпы өзінің міндеттері бар екенін түсіне алдық деп ойлаймын. 38-ші қағида бар да, сол жерде жазады. Адам өзгерем десе, ешқашан кеш емес. Қандай жаста болсын, қандай уақыт болсын, ешқашан да кеш емес. Бастысы сіз өзіңізді сол сәтте қолға алып, өміріңізді қайта қолға алып, өзгеруге мүмкіндік бар. Қазір прикол айтам көзіңіздер деп. Қымбат әпке, шамс қысап отыршы, бір әңгімені айтып отырамыз да, и потом бір оқиға болып жатады, сразу қағида. Бір оқиға болып жатады, сразу қағиданы айтады. Подкастымызды қорытындылай салайық. Сол үшін әрқайсымыз бір не дейді, кімге осы кітапты ұсынғымыз келеді оқуға, және де өзіміздің түйген ойымызды айта кетсек. Шулап кетші. Мен осы тұста кітаптан 33-ші қағиданы айтқым келеді. Бұл жалғанда бәрі әлдекім боламын деп жанталасып жатқанда, сен ешкім болып қал, елеусіз бол. Адам мен құмыраның айырмасы жоқ. Құмыраны құмыра қылып тұрған томпайған сырты емес, ішіндегі бос кеңістік. Ал адамды адам етіп тұрған болдым, толдым деген менмендік емес, ешкім емес деген атаға. Яғни бұл қағида жалпы қазіргі таңдағы жастарға арналған деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көптеген адамдардың жетістіктерін көріп, жасөспірімдердің сол адамдарға ұқсағысы келген еліктеушілік көбейіп бара жатыр. Сондықтан мен бұны бұл кітапты оқуға жастарға кеңес беретін едім. Жалпы мен кітаптан түйгенім, маған енді айтып кеткендей, махаббат тек бір типті болмайды, ол қаншама типі болады екен, мен соны түсіндім. Яғни махаббатты рухани жан тәнімен сүйе алуды, әр нәрсені, әрбір адамды, әрбір тұлғаны рухани жағынан жақсы көруді түсіндім. Бұл кітапты мен жүрек жараланған, тыныштық іздейтін, дінді бір шаблонмен қарайтын адамдарға оқуды кеңес берер едім. Яғни ішкі түйсік, әпке өзгересің деді. Қиясың ғой. Ішкі түйсінік па, қалай? Түйсінік по. Ішкі түйсігін өзгертеді деп ойлаймын. Сол. Жалпы кітаптағы бізге деген басты месседж бұл махаббат бұл екі адамның арасындағы ғана сезім емес, бұл махаббат өзімізді, әлемді және жаратушыны танудағы жалғыз жол. Махаббат бұл ұлтқа да, дінге де таңдамайды, яғни бұл бүкіл әлемді біріктіруші күш ретінде қорытындыласақ болады. Мен бұл кітапты
кез келген адам оқу керек деп ойлаймын. Себебі кез келген мынау дүниедегі кез келген адам махаббаттың не екенін түсіну керек деп ойлаймын. Жасы болсын, кәрісі болсын, барлығы махаббатты білуге, түсінуге және сезінуге лайықты деп ойлаймын. Сол себептен кез келген адамға оқуға стоит негізінен. Және де кез келген адам бір нәрсені болсын, бір нәрсені түйіп шығады және де бір ой алып өмірін титтей де болсын бір өзгертеді деп ойлаймын. Жалпы біздің түсінгеніміз махаббат ол тек бір қуаныш эмоциясы ғана емес. Махаббаттың ішінде жылау да болады, махаббаттың ішінде бір қиналу да болады, қорқыныш та болады. Осының жалпы барлығы махаббат деп аталады да. Сол үшін махаббатты тек бір идеально көрмеу керек, бір мінсіз көрмеу керек. Кітаптың соңында мынандай да ойлар келуі мүмкін. Неліктен жаңағы Мәулана Румиден, Шәмстен айырылды деген сияқты. Және Элла да Әзизден айырылады. Әзиз ақыры қайтыс болады обыр ауруымен. Сонда оқырманда мынадай ой болуы мүмкін. Неліктен махаббат бақытты бір сәтпен аяқталған жоқ деген секілді ше. Керісінше олар сол адамдарды кездестіру арқылы, олармен жаңағы уақыт өткізу арқылы олар бір жаңа бір деңгейге жетті. Мәселен, Мәулана ақын болды, бір ғұламадан танымал ғашық ақынға айналды. Ал жаңағы Элла Рубинштейн болса, барлығын басынан бастайтын жаңа өмірге қайтадан қадам басты да. Ол сондай бір әдемі бір мүмкіндік берді. Енді жаңадан бері махаббат туралы ой қозғап жатырмыз, ой талқы болып жатыр. Енді осы махаббат деген сөзді просто бір сөзбен немесе бір-екі ауыз сөзбен сипаттама берейікші. Камшат әпке, сіз қалай ойлайсыз? Махаббат? Қымбат әпке, сіз қалай ойлайсыз? Сен де ойланатын шығар деп ойладым. Жалпы кофе ішуге келген адам сияқты уже. Өмірде өзіңіздің қойшы. Содан басқа түк тұрып жатқан жоқ қой. Махаббат деп ше. Еще сыйластық. Жалпы бәрін айтсаңызшы, әпке, бізге түк қалдырмасаңызшы. Махаббат деген ол Махаббат меніңше ол шексіздік. Яғни екі адам бір-бірінен айырылғанымен олардың арасындағы махаббат жүректе мәңгі із болып қалады деп ойлаймын. Мысалға, Шәміс пен Румидің арасындағы екеуі бір-бірінен айырылғанымен, дүниеден озғанымен, олардың арасындағы махаббат әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр. Яғни олардың тәні өлсе де жаны мәңгіге қалады. Махаббат бұл түсініспеушілік, өзара түсініспеушілік және шынайы болу. Түсініспеушілік, махаббат Түсініспеушілік деп Махаббат бұл өзара түсіне алу бір-бірін және шынайы болу. кіріспеді, не түйдің деп. Махаббат жалпы түсіне алғаным 24/7 біреудің қасында жүріп, яғни өзінің шын сүйген адамымен бірге болуды, бірге уақыт өткізуді махаббат демейді. Екеуің екі жақта жүрсеңдер де, екеуің қосыла алмай кетсеңдер, екеуің қоштасып кетсеңдер де, екеуінің арасындағы байланыс ол бір сезіммен, жүрекпен бір-біріне сезіледі. Екеулерін бір-бірлерін көрмей жүрсеңдер де, екеулерін осы өмірде бар екендерін және де аман сау екендерін бір-бірлерінде қуантып жүреді деген сенімдемін. Жаңа 24/7 деп бастағанда мен сәл қалды аянатқа қарсы шығып кетуіме ше. Махаббат 24/7 жүру емес ол деп ше. Айтайын деп тұрғам ғой. Сөйтсем сен оны басқа нәрсе қылып айттың ғой. Түсіндің ғой. Үсіп ұрсат, үсіп әпер. Бір үлкен курста Тікелей уже нелерін айтқан. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен The A-List тобы. Сау!